Ей алаштың ерке баласы, азап пен қайғыға толы, зобалаң ашаршылықтан қазақтың көбі қырылып қалды. Қазақтың кең сахарасында аштықтан босып көшкен халық, сенің ата-баба, бауырларың. Сен сол қасірет көшінен аман қалған адамдардан тараған ұрпақ екеніңді ұмытпағайсың. Қазақтардың саны 1897 жылғы санақ бойынша 4 миллиондай болған. 20 жылдан кейін 1917 жылдары 50%-ға өсіп 6 миллион болды. Табиғи өсімді есептегенде 1939 жылы кемінде 8 миллиондай болу керек еді. Бірақ ресми санақ бойынша 2 миллион 500 мыңдай ғана қазақ қалған. 1 миллиондай қазақ шетелге босып көшіп кетті десек, қалғандары ашаршылық пен қуғын сүргіннен көз жұмды. 20 ғасырда жер бетінде қазақ ұлтындай қасірет шеккен халық болған жоқ. Өкінішке орай жазықсыз жапа шеккен ашаршылық құрбандарын осы күнге дейін жоқтай алмай келеміз. Кешіріңдерші бізді, кешіріңдерші.